Ассалаумағалейкум. Сайлау науқаны қыза түсуде. Хабар арнасының жаңалықтар қызметі тікелей эфирде ақпарат таратуда жалғастыруда. Студияда мен Талғат Алман. Күн екінтіге ауғанымен еліміздегі сайлау барысы әлі де белсенді жүруде. Орталық сайлау комиссиясы сағат сайын есеп қисаптарын ұсынып, осы сағатқа дейін дауыс беріп үлгергендер жайында ақпаратпен бөлісуде. Қазір тікелей байланысқа тілшіміз Зайнұр Байжігіт шығады. Зайнұр, қайырлы күн. Соңғы жаңалықтарды өзіңізден білсек. Қайырлы күн, Талғат. Орталық сайлау комиссиясындағылардың мәліметінше өрескел заң бұзушылықтары жоқ, бірақ адами факторлар орын алған көрінеді. Латвиядан келген байқаушылардың айтуынша сайлау учаскесіне келіп, өздерін тізімнен таба алмаған бірнеше адам дауыс бере алмаған, бірақ кейін олардың қай сайлау учаскесінде екені анықталып, тіркеуде тұрған аймағына жіберіліпті. Байқаушы ретінде Қазақстанға Латвиядан бірнеше мәрте келген Арнис Цимдрас болса, сайлаушыларды дауыс беруге СМС хабарлама жіберу арқылы шақыруды құптады, тіпті оны қазақ тілінде тәп-тәуір оқып та берді. Біздің елдегі саяси додаға қатысты пікірлерін білдіруге қырғызстандық байқаушылар да келді. Көршілес елден 17 адам орталық сайлау комиссиясы бекіткен тізімге еніпті. Олардың бір бөлігі аймақтардағы сайлау барысын қадағалауға аттанса, енді бір бөлігі Астанада қалыпты. Солардың бірі Рашид Бекназаров додаға қатысты пікірін былай деп білдірді. Меня лично удивило то, что сайлау учаскелерінің біріне барғанымызда 1 сағат бұрын адамдар кезекке тұрып жатты. Бұл белсенділіктің жоғары екенін көрсетеді. Ал келесі учаскеде бар жоғы 50 минут ішінде 400-ге жуық адам дауыс беріп үлгерді. Бұл жақсы нәтиже. Үндістандық байқаушылар болса, біздің еліміздегі дауыс беру жүйесін өздерінікімен салыстырды. Оларда халық саны көп болғандықтан таңдау тек электрондық түрде жасалынады екен. Сәйкесінше бізде бюллетень бойынша. Бұл тәжірибе екі елге де тиімді дейді үндістандық байқаушылар. Әзірге мендегі бар ақпарат осы. Талғат. Көп рахмет, Зайнұр. Сіздерден алдағы уақытта да сайлау барысынан жаңалықтарды күтетін боламыз. Дәл қазір біздің студияға орталық сайлау комиссиясынан сағат 14:00-ге дейінгі дауыс беру көрсеткіші туралы соңғы ақпараттар келіп түсті. Қазақстандықтардың 60,22% сайлау бюллетендерін алып дауыс беріп үлгерген. Ақпаратқа сәйкес, Ақмола облысында 69,97%, Ақтөбе облысында 57,1%, Алматы облысында 77,16%, Атырау облысында 65,87%, Жамбыл облысында 63,6%, Қызылорда облысында 65,69%, Қарағанды облысында 59,2%, Қостанай облысында 68,17%, Маңғыстау облысында 51,76%, ал Павлодар облысында 61,77% болса, солтүстік Қазақстанда 61,2%, оңтүстік Қазақстанда 68,86%, шығыс Қазақстанда 66,7%, батыс Қазақстанда 56,37%, елордасы Астанада 57,71% болса, Алматыда әзірге ең төмен көрсеткіш 21,45%. Орталық сайлау комиссиясының мәліметінше дәл осы сағатқа дейін Астана тұрғындарының 54,71% парламент мәжілісінің және жергілікті мәслихат депутаттарына дауыс беріп үлгерді. Өз таңдауын жасайтын елордалықтар үшін биыл 213 сайлау учаскесі жұмыс істеуде. Саяси шараның Астанада қалай өтіп жатқандығын әріптесім Гаухар Омарбек айтып берсін. Астаналықтар саяси шараға жете мән берген секілді. Мысалы, қала халқы бүгін қоғамдық көліктермен тегін қатынауда. Таңғы 7-тен бастап дауыс беру пункттеріне ағылған жұрттың көңіл күйі көтеріңкі. Елордадағы 213 сайлау учаскесінің бәрінде де сайлаушылар қатары қалың. Өкілетті мамандар қаладағы электорат саны 405,233-ке жеткенін айтады. Өз тұрмысымызды өзіміз жақсартып, өз қоғамымызды өзіміз сапасын көтеруге белсене араласатын жағдай бар. Сайлау деген осындай бір ерекше көрсеткіштер. Бүгін мына халықтың көңіл күйі де бір қалыпты. Таңертеңнен бері сағат 7-тен бастап ел жастар көп келіп ағылып. Жастар демекші алғаш рет дауыс берген азаматтарға ерекше көңіл бөлінген. Биыл 8196 елордалық бірінші рет сайлау кезінде өз таңдауын жасау құқығына ие болды.
Мен бірінші рет сайлауда дауыс берудемін. Биыл менің 18 жасқа толған жылымда парламент мәжілісі мен мәслихат депутаттарын сайлау бір күнде өтіп жатыр. Бұл барша отандастарымыз үшін тарихи сәт болып саналады. Дауыс беруде еліміздегі белгілі тұлғаларда белсенділік танытуда. Олардың қатарында қазақ тарихындағы 3-ші ғарышкер, халық қаһарманы Айдын Айымбетов те бар. Считаю, что әлем нарығында орныққан күрделі жағдай кезінде Қазақстан халқы жұмыла жұмыс істеуі керек деп есептеймін. Осы ретте әрбір отандасымыз тәуелсіздігіміздің нығая түсуі үшін еліміздегі тұрақтылық пен ел дамуының өркендеуі мақсатында өзінің азаматтық позициясын белсенді білдіруі керек. Білім саласында өте көп жетістіктеріміз біздің бар. Сол бірінші біздің балаларымыз болашақ бағдарымен шетелге оқуға шығып жатыр. Біздің мәдениет саласында көп жетістіктер бізде бар. Осындай жетістіктерге жеткізген партияға өзімнің даусымды бердім. Дауыс беру әрбір тұлғаның азаматтық құқығы. Астанадағы уақытша ұстау изоляторларында 35 сайлау учаскесі жұмыс істейді. Сайлау күні қаладағы тәртіпті 3000 полиция қызметкері қатаң қадағалауда. Ал дауыс берудің ашық өтуін елімізде аккредиттелген 964 халықаралық бақылаушы жіті тексеруде. Оның 147-сі шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарының өкілі. Гаухар Омарбек, Есбол Жәмшитов, Хабар. Қазір екі бірдей өңірмен тікелей байланысқа шығуға дайынбыз. Оралдағы сайлау барысымен әріптесім Ардақ Айбарұлы таныстырса, Көкшетаудан Дамир Берікұлы ақпаратымен бөліседі. Екі өлкеде де жалпы белсенділік байқалатын шығар. Дамир, онда қарсы болмасаңыз ең алдымен Ардақ Айбарұлынан ақпар білейік. Ардақ, Жайық жағасында сайлау қалай өтіп жатыр? Иә, рахмет Талғат, армысыздар, құрметті көрермендер. Міне бізде де 5 ауып күн екінтіге таяқ балды. Дәл қазір Батыс Қазақстан облысындағы сайлаушылардың 60%-ға жуығы дауыс беріп, өз таңдауларын жасап үлгерді. Жұрттың жүзі өте жадыраңқы, мерекелік көңіл күй сезіліп ақ тұр. Облысымызда 431 мыңға тарта сайлаушы бар екенін айта кетейік. Өткен жылы олардың саны 400 мыңның шамасында болған. Демек, сайлаушылар қатары жыл сайын өсіп келеді. Біз қазір Орал қаласында ақпараттық технологиялар колледжінде орналасқан нөмірі 521 сайлау учаскесінде тұрмыз. Мұнда жұрт әлі ағылып келіп жатыр. Бүгінгі саяси науқан жайлы байқаушылар не айтар екен? Пікірін тыңдап көрейік. При посещении участков я пообщался и с членами избирательной Орал қаласында орналасқан бірнеше учаскеде болып, комиссия мүшелерімен, қарапайым тұрғындармен сөйлестік. Сайлау заңы мен өз құқықтарын бәрі жақсы біледі екен. Саяси науқан заңға сай әділде ашық өтіп жатыр. Жоғары деңгейде ұйымдастырылғаны көрініп тұр. Жайықта жүрген халықаралық байқаушылар қатары қалың шығар жалпы? Ақжайық өңірінде 52 халықаралық байқаушы тіркелген, соның 38-і ТМД байқаушылары миссиясынан болса, қалған 14-і Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының өкілі. Әзірге олардың тарапынан қандай да бір сын ескертпелер түсе қойған жоқ. Бүгінгі саяси дода аймағымыздағы 580 үміткердің арасында жүріп жатыр. Олар жергілікті мәслихаттардағы бір орынға 3 адамнан таласуда. Жалпы Батыс Қазақстан облысы сайлаушыларының сайлауға қатысу белсенділігі қай кезде де өте жоғары болып келді. Былтырғы саяси науқанға облыс тұрғындарының 93% қатысып, дауыс беріп, өз таңдауларын жасаған еді. Сарапшылар бұл көрсеткіштің бүгінде өте жоғары болатынын айтуда. Талғат, мендегі бар мәлімет әзірге осы, сөз тізгіні өзіңде. Түсінікті Ардақ, саяси науқан Ақмола облысында да қызу жүріп жатқандығын айтқан болатынбыз. Халықтың белсенділігі тіпті түскі ас уақытында да бәсеңдемепті. Қазір аймақтағы тілшіміз Дамир Берікұлы бізбен тікелей байланысқа шыққалы тұр. Көкше жеріндегі сайлау барысын сұрап білейік. Дамир. Рахмет Талғат, біз қазір Көкшетау қаласындағы нөмірі 21-ші сайлау бөлімшесінде тұрмыз. Мұнда таңғы 7-тен бері халықтың белсенділігі өте байқалады. Әсіресе сайлауға қарттар жағы өте белсенді. Олар таңғы 7 болмай осы сайлау учаскесіне келіп, өздерінің әулеттерімен, отбасыларымен бүкіл бала шағасын ертіп келіп, өздерінің таңдауларын, азаматтық таңдауларын жасады. Жалпы айта кету керек, Бүгін жалпы облыс бойынша 785 сайлау бөлімшесі халыққа қызмет көрсетуде. Олардың 58-і осы облыс орталығында орналасқан. Дәл қазіргі сәтке дейін Ақмола жұртшылығының 70%-дан астамы дауыс беріп үлгерді. Халықтың, тағы айтам, халықтың көңіл күйі өте көтеріңкі, құдды бір мереке келгендей, сондай бір дайындықпен, сондай бір ыждахаттылықпен осы сайлауға атсалысуда. Халықтың айтуынша бұл сайлау да бір мереке дейді. Сайлау осы бізде әрқашан мейрам ретінде өтеді. Халықтың көңіл жайы өте
көтеріңкі. Бұл біздің ертеңімізге сайлау беріп жатырмыз. Біздің өзіміздің конституциялық құқығымыз. Әрбір азамат, Көкшетаудың азаматы оны дұрыс түсінеді. Бәріне жақсылық тілейміз, табыс тілейміз. Жалпы біздің Қазақстанымыз көркейсе екен деп, сондай үлкен үмітпен келдік. Көп рахмет әріптестер. Естеріңізге сала кетейік, студиямызбен тікелей байланыста болған Орал қаласындағы меншікті тілшіміз Ардақ Айбарұлы және Көкше жерінен хабар таратқан Дамир Берікұлы болатын. Көп рахмет. Дауыс берушілер арасында еңбек әулеттері де көп. Теміртаулық Өкіловтар отбасы мен металлург. Отағасы Бақтияр Әбдірахманұлы металлургия комбинатының ардагері. Балалары Радар мен Әсел әке жолын қуып Қазақстан магнитінде жұмыс істеп жүр. Металлургтер әулеті нөмірі 183 сайлау учаскесіне отбасы мүшелерімен бірге келіп таңдауларын жасады. Мұнда тіркелген дауыс берушілердің 20% сайлаудың алғашқы сағатында таңдап жасап үлгерген. Ал ақтаулық әскерилер үшін сайлауға қатысу отан қорғау үшін әскери ант берумен тең. Өжет шағын күзет кемесінің командирі теңізші Бағдат Әлиев сайлау учаскесіне алғаш кіргендер қатарында. Беліне кезді кілген теңіз офицері саяси маңызды шараға тыңғылықты дайындықпен келіпті. Өткен жылы Ресейде өткен теңіз биатлонында Бағдат басқарған кеме экипажы жалпы командалық есепте 2-ші орынға ие болып, ұлт мерейін өсірді. Тараздық қоғам қайраткерлері де бүгін өз таңдауларын жасады. Жазушы әрі публицист Арғынбай Бекбосын 50-ші сайлау учаскесіне келіп дауыс берді. Мұнда халық таңертеңнен бері ағылып келіп жатыр. Көбі дауыс беруге бүкіл отбасы мүшелерімен бірге келген. Учаскеде 2,5 мыңнан астам сайлаушы тіркелген. Олардың жартысына жуығы өз дауысын беріп үлгерді. Сайлаушылардың арасында аймаққа жақсы танымал дәрігерлер, мұғалімдер, өнеркәсіп саласының мамандары мен спортшылар бар. Жалпы Жамбыл облысында сайлаушылар саны 500 миллионнан асады. Аймақта 464 сайлау учаскесі жұмыс істеп тұр. Біз өз таңдауымызды жасадық. Ол еліміздің жарқын болашағы. Бүгін барлық Қазақстан азаматы дауыс беруге міндетті. Тәуелсіз Қазақстан келешегі үшін маңызды шараға қатысып отырмын. Азат елдің азаматы ретінде, офицер ретінде өз борышым деп есептеймін. Өз отаным үшін, өз отбасым үшін мен бүгін бірлікке, тұрақтылыққа және жасампаздыққа дауыс бердім. Қазақстанды жаңа белестерге көтеруге тиіс реформалар басталып жатыр. Міне сол реформалардың заңдық базасын жасау парламенттің жаңа құрамына жүктеледі. Олай болса, оған өте лайықты азаматтар, жаңаша ойлайтын халық өкілдері баруға тиіс. Мен де өзім таңдауымды жасадым. Ел аймақтарындағы сайлау барысынан да халықтың белсенділігін аңғаруға болады. Ірі мегаполис Алматы қаласында таңмен таласа басталған саяси науқанға үн қосушылардың қатары көп. Қалада 1 миллионнан астам сайлаушы тіркелген. Алматы қаласындағы сайлау барысындағы басқа да ақпараттармен тілшіміз бөліседі. Алматы қаласының жаңа аудандарының бірі Наурызбай ауданында халық белсенді дауыс беруде. Ауданда 28 сайлау учаскесі бар, солардың бірі 507 учаскеде 2313 сайлаушы тіркелген. Дауыс берудің алғашқы 3 сағатында 250 сайлаушы өз таңдауын жасап үлгерген. Қаланың Алатау ауданында дауыс берушілер қатарынан жастарды көп кездестіруге болады. Сайлау учаскелерде талапқа сай жұмыс істеуде. Мәжіліс пен барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының сайлауына келген академик Төрегелді Шарманов дауыс беруге құқығы бар еліміздің әрбір азаматы өзінің саяси ұстанымын айқын көрсетуі тиіс дейді. Себебі бұл таңдау олардың елдің ертеңгі күніне бейжай қарамайтынын көрсетеді. Сондай-ақ көп балалы ана кәсіпкер Ақнұр Жұмабаева ел өміріндегі маңызды шарадан тыс қалмай Таугүл ықшам ауданындағы 134-ші сайлау учаскесіне келіп, өз таңдауын жасады. Біз бәріміз қазір өзіміздің болашағымыз үшін таңдау жасап жатырмыз. Біздің балаларымыздың болашағы үшін. Көптеген біздің мысалда тұрған мақсаттарымыз бар, соларды іске асыруға, соларға ықпал етуге, сол қолынан келетін партияға біз мол сеніммен дауыс береміз. Болашақта біздің еліміздің, қоғамның жақсы өзгерістер болады деген сенімім мол. Енді бұл сайлаудың орны ерекше. Біздің отанымыздың дамуы үшін әсіресе ебіндік алғаннан кейінгі бұл
осы кезекпен келіп жатқан жақсылық дүниелерінің көрінісі деп есептеймін. Өйткені біз қазір демократиялық жолға түстік. Өркениетті елдердің қатарына енеміз деп жатырмыз. Өйткені жай ғана өркен емес, 30 аса дамыған елдердің қатарына енуде. Ену үшін оған үлкен кәдүлгі халықтың ұғымы, халықтың түсінігі, халықтың өзінің таңдауы болу керек. Я представляю институт демократии. Демократия институты атынан экзит-пол әдісі бойынша дауыс беріп шыққан сайлаушыларға сауалнама жүргізіп жатырмыз. Сайлаушылардың көңіл күйі көтеріңкі, өте белсенді. Экзит-полдың сұрақтарына түсіністікпен қарап, бар ынтасымен жауап беруде. Дауыс берушілер қатарында егде азаматтар да, жастар да бар. Қаладағы 37 сайлау округінде 54 халықаралық байқаушы жұмыс істеуде. Сайлау барысын қоғамдық ұйымдар мен партия өкілдері және халықаралық бұқаралық ақпарат құралдарының мамандары бақылауда. Гүлжан Көленқызы, Ерлан Абжанов, Хабар, Алматы. Шетелде жүрген Қазақстан азаматтары үшін елімізден тыс жерде 65 сайлау бөлімшесінің жұмысы ұйымдастырылған. Ондағы дауыс беру әр елде өздерінің жергілікті уақыттары бойынша таңғы сағат 7-ден басталып, кешкі 8-ге дейін жалғаспақ. Еліміз үшін маңызды шара Израиль мен Австрияда қалай өтуде? Тақырыпты әріптесім Меруерт Айтқазықызы тарқатады. Тель-Авивтегі сайлау учаскесі де Израиль уақыты бойынша таңғы сағат 7-де ашылды. Сайлаушылардың конституциялық құқығын пайдалану үшін барлық мүмкіндік жасалған. Израильде жексенбі жұмыс күні саналады. Сондықтан да дауыс берушілердің саны кешке таман арта түседі деп күтілуде. Біздің номер 203 учаскеміз Израильдегі Қазақстан Республикасының елшіліктің ғимаратында, Тель-Авив қаласында дауыс беру үшін бәрі жағдай орналастырған. Енді дауыс беретіндер біздің елшіліктің қызметшілері және олардың жанұяларының мүшелері, тағы басқа Қазақстан Республика азаматтары Израильде уақытша келген туристік мақсатпен, басқа да мақсаттармен келген азаматтар. Бүгін әлемнің 51 елінде 65 сайлау учаскесі жұмыс істеп жатқан хабарладық. Солардың бірі Австрия астанасы Венада орналасқан. Осындағы қазақстандықтар да өз таңдауын жасауда. Нөмірі 190-шы сайлау учаскесінде дауыс берушілер көп. Айта кетейік, әсіресе Грац қаласында білім алуға келген шәкірттер қарасы мол. Сол себепті Венадан бөлек Грацта да сайлау учаскесі ашылған. Бұл сайлау өмірінде ең бірінші рет өтіп жатыр, сондықтан осы сайлаудың алдында өте қатты уайымдадым. Енді сайлауға қатысу деген әрбір азамат үшін ол міндет. Сондықтан бүгін өте қуаныштымын осы сайлауға қатысқанымна. Жалпы Австриядағы елшілік тізіміне республикамыздың 270 азаматы тіркелген. Олардың басым бөлігі бүгін өз таңдауларын жасамақ. Елдегі әрбір азамат саяси дода туралы толыққанды мәлімет алған. Меруерт Айтқазықызы, Артем Истомин, Динара Бектурова, Хабар. Киевтегі сайлау бөлімшесі елшілік ғимаратында орналасқан. Мұндағы дауыс беру осыдан 5 сағат бұрын басталды. Қазір жергілікті уақыт күндізгі сағат 12. Айта кетелік, бүгінгі сайлауға байланысты бұл жерде қауіпсіздік күшейтілген. Украина астанасында тұратын қазақстандықтар ала таңнан бері сайлау учаскесіне бет алып жатыр. Солардың бірі Киев политехникалық институтының студенті Тілек Кеңесов. Ол саяси науқанға бірінші рет қатысуда. Жалпы бұл Украинадағы жалғыз сайлау бөлімшесі болғандықтан өзінің азаматтық борышын атқаруға сырттан да сайлаушылар келуі әбден мүмкін. Украинаның Житомир қаласынан курсанттар, ал Молдова мемлекетінен қазақ дипломаттары келеді деп күтілуде. Бас аяғы мұнда 135 қазақстандық дауыс беруге құқылы. Бүгін таң атпай таңмен талысып, ең бірінші рет келіп, ең бірінші рет дауыс беріп, сол себептен өзімнің конституциялық борышымды өтедім деп ойлаймын. Өте қуаныштымын. Шетелдік байқаушылар сайлау науқанының ұйымдастырылуына оң бағаларын беріп отыр. Олар елдегі сайлау учаскелері ашылысымен дауыс беру кезеңін жіті бақылауда. Мәселен, Назарбаев университетінде орналасқан нөмірі 97-ші сайлау учаскесінде болған Болгарияның журналистер одағының төрайымы Снежана Тодорова сайлау барлық талаптарға сай жүргізіліп жатыр. Бастысы, сайлаушылар ұзын сонар кезекте тұрмай, бар болғаны 5 минуттың ішінде өз таңдауларын жасап үлгеруде дейді. Айта кететін жайт, соңғы мәліметтер бойынша Қазақстандағы сайлауды байқауға 1000-нан астам бақылаушы ниет білдірген.
Мен өзімнің жоспарымдағы алғашқы сайлау учаскесіндегі науқан барысымен таныстым. Аңғарғаным, сайлау жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Келушілер еш кедергісіз өз таңдауларын жасауда. Бізде Болгарияда сайлаушылардың белсенділігі негізінен түстен кейін жоғары болады. Қазақстанда мүлдем керісінше жағдайды байқап отырмын. Бүгін сайлау өз ретімен өтуде. Халықтың саяси науқанға қызығушылығы бар. Барлығы заңды әрі демократиялық негізде ұйымдастырылған. Мен өз басым әзірге ешқандай кемшіліктерді байқаған жоқ. Көз алдыма жұрттың көтеріңкі көңіл мен ерекше ынтасы ғана көрінді. Ешқандай олқылықтарды байқамадық. Сайлау жоғары деңгейде өтіп отыр деп айта аламын. Әсіресе тұрғындардың белсенділігін ерекше айтқым келіп отыр. Түске дейін 20% дауыс берушілер келіп өз таңдауын жасап үлгерді. Ол үлкен көрсеткіш. Біз бірнеше сайлау учаскесін көріп шықтық. Ондағы айтарымыз барлығы жақсы ұйымдастырылған. Қандай да бір өрескел қателіктерді көргеніміз жоқ. Дауыс берушілер де ешқандай қиындықпен кезіккен жоқ. Адамдар келіп өз дауыстарын беріп жатыр. Алматыда сайлау барысын 70-ке жуық шетелдік байқаушы мұқият бақылап отыр. Олар тмд елдері ақш, Голландия, Финляндия, Румыния, Хорватия мен Венгрия және түркі тілдес мемлекеттер ынтымақтастығы кеңесінен келген. Байқаушылар учаскелерді аралап, сайлаудың заңға сай өтуін қадағалауда. Осы уақытқа дейін қандай да бір өрескел заң бұзушылық болған жоқ дейді олар. Шетелдік мамандар еліміздегі сайлауды ұйымдастыру деңгейіне жоғары баға беріп отыр және сайлаушылардың белсенділігі жақсы екендігі айтады. Қазақстанда осыған дейін де бірнеше сайлауға байқаушы ретінде қатыстым. Алматыға талай келгенмін. Бүгінгі сайлау барысында әзірге заңға қайшы келетін әрекеттерді байқағаным жоқ. Саяси партиялар кандидаттардың сенімді өкілдерімен де әңгімелестім. Барлығы дұрыс өтіп жатқандығын айтады. Бастысы, учаскелердегі комиссия мүшелері сайлаушылар тізіміндегі адамдардың түгелей дауыс беруін қамтамасыз етуге барын салып жатқандығы көрініп тұр. Әзірге барлығы көңілімізден шығып тұр. Басқада байқаушылармен жолықтық, сұрап біліп отырмыз. Голландия мен Эстониядан келген әріптестерімізде бәрі заңға сай өтіп жатқандығын айтуда. Сайлау аяқталғанға дейін барлығын мұқият қарап отырамыз. Ал отандық саясаттанушылар болса, бұл жолғы сайлау тарихқа өзінің ашықтығымен және нақты ұйымдастырылуымен енуі мүмкін дейді. Как видно из мониторинга СМИ, всем политическим партиям... Бұқаралық ақпарат құралдарындағы мониторингке қарап, барлық саяси партияларға эфир уақыты тең ұсынылғанын аңғарамыз. Күн сайын жаңалықтарда үгіт жұмыстары көрсетілді. Орталық сайлау комиссиясы болса брифингтер өткізіп, өз сайтында есептерді жариялап, ақпараттандыру бойынша өте сапалы қызмет атқарып келеді. Тұрғындар да насихат кезінде партиялардың қызметімен етене таныса алды. Қазақстанда біртіндеп партия өкілдерінің қатысуымен сайлауалды пікірталас мәдениеті қалыптасып келе жатыр дер едім. Естеріңізге сала кетейін. Біздің арнамызда бұрын соңды болмаған 3 сағаттық марафон жоспарланған. Бүгін кешкі сағат 7-ден бастап әріптестерім төрткүл дүниенің төрт бұрышында ашылған сайлау учаскелерінен ақпар беріп, елдегі саяси доданың өту барысын егжей-тегжей саралайды. Жіберіп алмаңыздар. Онлайн сайлау. Хабар арнасында бұрын соңды болмаған телемарафон өтеді. 3 сағат бойы арнаның тілшілері еліміздің қалаларынан, аудан ауылдарынан және әлемнің бас шаһарларынан дауыс беру шараларын тікелей эфирде көрсететін болады. Азаматтардың дауыс беруі, сайлаудың нақты нәтижелері тек қана хабар арнасында. Еліміздің басты саяси оқиғасын өткізіп алмаңыздар. Әзірге айтарымыз осы. Келесі жаңалықтар топтамасы 17:00-де жүздескенше.